Сәлеметсіздер ме достар, менің арнама қош келдіңіздер. Менің арнама тіркеліп, лайк басып, пікір тастауды ұмытпаңыздар. Мен сіздерге сәттілік тілеймін. Брайан Трейси. Шынайылықты сақтау, адалдық, табандылық, батылдық және еңбекқорлық сияқты құндылық. Бұған қарағанда тағы да басқа кепілдік беретін құндылықтар көп. Сондай-ақ жүйелі, өмірде саналы адам ретінде өмір сүретін тұлғасыз. Ал адалдық сіздің өміріңіздің жақсы болуына себепкер болатын дүние. Адалдық ол мінездің негізі. Мінездің дамуы ең маңызды іс-әрекеттердің бірі. Ал мінезді қандай жағдайда болмасын, адалдықпен жұмыс істеуге үйрету керек. Басқаларына адал болу үшін алдымен өзіңізге адал болуыңыз керек. Өзіңізді ешқашан алдамаңыз. Сіз үшін маңызды нәрселерге жауапты әрі шынайы болыңыз. Өзіңдегі құндылықты сақтай білген адам ғана шынайы әрі бақытты өмір сүре алады. Ал өзіңіздің басқаларға қаншалықты адал екендігіңізді күнделікті істеген тіршілігіңізге қарап байқауға болады. Ал өмірде көтерілу мен құлдыраудың себебін жауапкершілікпен зейіннен алуға болады. Яғни мінезіңізді байқай отырып, кім екеніңізді де анықтауға болады. Жоғары тұтастықтың сыртқы көрінісі жоғары сапалы жұмыс. Кез келген жұмысқа салғырт қарамай, толығымен жасаған адамның еңбегі міндетті түрде елеусіз қалмайды. Яғни жұмысы сапалы болған жағдайда. Сіз ерте жастан жұмысқа бейім болып, еңбекқор тұрақты болсаңыз, кейін жұмыста адал, жауапты маман боласыз. Ал адал жұмыс барлығына үлгі бола алады. Әркімнің өз әлемі бар. Барлығы сол әлемде өмір сүреді. Өзіңізбен сырласып, бір сәт жүрегіңіздің қалауын тыңдаңыз. Мына әлемнен не қалайтыныңызды, не нәрсемен айналысқан жағдайда өзіңізді бақытты сезінетініңізді анықтаңыз. Шынымен бір сәт ойланып, өзіңізден сұрап көріңіз. Мен үшін өмірдегі ең маңызды құндылық не? Сіздің жауабыңыз әрине жоғары деңгейде болады. Ал сол жоғары деңгейдегі құндылықты, өмірді алу үшін қандай құрбандыққа барар едіңіз? Қандай нәрседен бас тартар едіңіз? Міндетті түрде анық әрі дұрыс тереңнен ойланып көріңіз. Және ойыңызға келген идея, мүмкіндіктер болса жазып қойыңыз. Бұл сұрақты қоюдың тағы бір жолы бар. Сіздің салаңыз бойынша өмір сүріп жатқан, немесе қайтыс болған жандар болса, не істер едіңіз? Қандай сезімде боласыз? Олардан қандай үлгі алып, қандай құрметпен қарар едіңіз? Әрине, бұл сұрақтардың барлығы тікелей сіздің қарым-қатынасыңызға араласуыңыздан бастау алатын дүние деп білемін. Сонымен, маңызды деген 5 құндылықты анықтап алыңыз. Бірінші құндылық не және оның маңыздылығы неде? Осылай анықтап алғаннан кейін, сол бойынша жұмыс жасаңыз. Есіңде болсын, тек тәртіпке бағыну арқылы ғана бәріне қол жеткізе аласың. Ральф Уолдо Эмерсон айтады: адалдығыңызды қасиетті нәрсе ретінде сақтаңыз. Кез келген салада, тіпті бизнес басқада болсын, өз қадіріңізді сақтап, бағаңызды, өзіндік мінезіңізді жоғалтпаңыз. Үйренуде, білім алуда болмасын, өз адалдығыңызды сақтаңыз. Сол сияқты адалдық көшбасшылықтың бірден бір сапасы болып табылады. Интеграция көшбасшылық, тұрақты және тұрақтылық тұрғысынан көрінеді. Бұл көрініс сөзді сақтауға деген абсолютті берілгендік. Барлық қатынастарды ұстайтын біріктіруші күш бірге. Соның ішінде көшбасшы мен жетекші арасындағы қарым-қатынас және сенімділік тұтастығына негізделген. Сонымен қатар, адалдық өте маңызды дүние. Өйткені қоғамда онсыз жұмыс істеу мүмкін емес. Біз тіпті баға адал болғанына және өзгерістің дұрыс екеніне көзіміз жетпейінше,
жоғары деңгейде қарапайым сатып алуды жүзеге асыра алмаймыз. Америкада ең беделді атақ абыройы бар адамдардың барлығы адалдықты ту етеді. Компаниялар арасында да тек қана әділдік пен адалдық орын алған. Ал адалдықтың бұл деңгейі басқалармен жұмыс жасауға сенім туғызады. Сонымен қатар, сіздің тағы бір ерекшелігіңіз клиенттермен жұмыс істей білу әдісі болуы керек. Сөзіңізде тұру және оны орындау сіздің жеке беделіңізді сақтауға және арттыруға көмектеседі. Және өзіңіз қалайтындай адам болу үшін бірнеше нәрселерді істесеңіз болғаны. Бірінші, мен сияқты өміріңіздегі 5 маңызды құндылықты шешуге ұмтылыңыз. Оларды міндетті түрде уақытымен орындап отырыңыз. Осы құндылықтардың маңыздылығы жайлы жазыңыз. Кейін ол сізге шешім қабылдауға көмектеседі. Әркез өзіңізге есеп беріп отырыңыз. Және өзіңізді алдамаңыз. Барынша кез келген адамға көмектесуге, өзіңізді шынайы болуға тәрбиелеңіз. Джордж Вашингтон, Авраам Линкольн, Уинстон Черчилль, Флоренс Найтингел, Энтони және Маргарет Тэтчер сияқты тұлғалардың өмір жолын оқып, зерттеп көріңіз. Күштілік сипатына ие болу арқылы өз өмірлерін өзгертті. Оқу барысында өзіңізге үлгі алып, керекті қасиетті бойыңызға сіңіре біліңіз. Наполеон Хилл өзінің кітабында байлыққа арналған шеберлік кілт, тарихтың ұлы тұлғаларынан тұратын жеке кеңесшілердің мазасыз тақтасы туралы айтады. Ал тарих Наполеон, Линкольн, Иса және ұлы Александр сияқты тұлғаларды таңдады. Наполеон шешім қабылдар алдында жақсылап, жан-жақты тереңнен ойлап кеңесетін еді және әрбір сәтті бағалап, оны тиімді етіп өткізуге тырысқан. Бұл орайда сіз үшін ерекше деген бір тұлғаны алып, үлгі ретінде мотивация алып отырсаңыз болғаны. Әрине, сол кездегі жағдаймен салыстырып, өзіңізді орнына қойып көріңіз. Өз идеяңыз бен шабытыңызға ерік беріңіз. Үшіншіден, адамға ой тазалығы керек. Егер жақсылыққа сенсеңіз, ол міндетті түрде болады. Адамның мінез-құлқы психологиясына негізделген. Сол үшін көзқарасты дұрыс қалыптастыра білу керек. Бірақ, үнемі біз айтқандай бола бермейтінін білеміз. Алайда, заңға қайшы келу заңына байланысты, егер сізде ерекше сезім болғандай әрекет етсеңіз, бұл әрекет онымен келісетін сезімді тудырады. Сіз шынында да сезімге өзіңіздің жолыңызды көрсете аласыз. Бұл жасағанға дейін жалған болуы мүмкін. Сонымен, мен атағанда әрекет ете беретін болсаңыз, міндетті түрде өз жолыңызды табатын боласыз. Көп адаммен жұмыс істеген сайын жауапкершілікті алғаннан бастап тәжірибе қалыптаса бастайды. Өзгелермен тығыз жұмыс істеу табандылыққа, үлкен өмірге үйретеді. Өзіндік мінез қалыптасып, кез келген қиындыққа батылдықпен қарайтын боласыз. Ал осы қасиеттерді сақтау үшін негізгі 3 бағытты білсеңіз болады. Табыс пен жетістікке жетуге жоғарыда атап өткен қасиеттерді бойыңызда сақтап тұруға көмектеседі. Біріншіден, достарыңызға, отбасыңызға, қарым-қатынаста жақын адамдарға ешқашан өтірік айтпаңыз. Олармен сырласып жақын болыңыз. Ал көзі ашық, көкірегі ояу жан болсаңыз, өзіңізді бақытсыз сезінетін жерде, жалған мен өтірік бар жерде қалғыңыз келмейтінін байқайсыз. Психологтардың анықтауы бойынша, стресс өмірде өз жолын таппаған, құндылықтары сәйкес келмеген жағдайда орын алады екен. Сыртқы әлемге басқаша айтып, ал ішкі жан дүниеңнің жайлылық таппаса, рухани тұрғыдан өзіңізді бақытсыз сезінесіз. Ең бір есте сақтайтыны, ешкімге кінәртпаңыз, ешкімді кінәламаңыз. Тек оларға жақсы көретініңізді, әркез жақсы қарым-қатынаста болатыныңызды айтыңыз.
Адалдықтың екінші кезеңі сіздің ақшаға деген көзқарасыңыз бен мінез-құлқыңызға байланысты. Ақшаға деген құмарлық сіздің қаржылық өміріңізде шығын әкеледі. Ақшаңызды жұмсарда өзіңізге қатаң болыңыз. Сондай-ақ кредиттік жүйеден сақтаныңыз. Оның орнына жекенкерлік немесе басқа да счеттарға ерте бастан ақша салып отырыңыз. Пайдасыз дүниеге ақша жұмсар алдында жұмсамауға уәде беріп, соны сақтауыңыз керек. Адалдықтың үшінші кезеңі өзгелерге құрметті, сыйлы, қадірлі болу. Яғни, жұмыста, саудада, сізге тиесілі міндеттемелерде мойныңызға алған іске жауапты болыңыз. Өзіңізге екінші рет сенімсіздік тудырмаңыз. Яғни, жұмыста аса тиянақтылықпен орындаңыз. Бір сөзбен айтқанда уәдеге берік болыңыз. Құндылықтарға сай әрекет етіңіз. Асыл қасиет адалдық, асыл мінезде адалдық екендігін ұмытпаңыз. Сіздермен бірге болған мен Қалампыр Абылайқызы.